Қайырлы күн, көріп отырған көрерменге. Бүгін жол түсіп сарайшыққа келіп қалып жатырмыз. Негізі көптен өзім ойлап жүргенмін. Жалпы музейға келіп жүрміз ғой, бірақ тарихымен етене жақын танысып, жетік білген өзіме керек деп түсіндім. Себебі өзіміздің тарихымыз деген секілді қатты ұнады. Біріншіден жаңағы түсіндірулері, жалпы бертінге табылған жәдігерлер деген секілді. Енді өзіме қатты бір ұнаған, айтқым келіп тұрған бұл Құран туралы. Бұл Құрандар 1938 жылы табылған екен. Жалпы бұлар Иранға арнайы тапсырыспен жасалынған екен. Бұл Құрандар қайдан табылды десеңіздер, құдықтан табылған. Енді яғни құдықта су болмаған, бірақ сол құдықтың жаңа қабырғасын, яғни жанынан ойылып ақ матаға орап, осы Құранды тығып қойған екен да. Былайша айтқанда, неге десеңіздер, сол уақытта бір енді ислам діні күрделі өзгерістерге ұшырап, қарсы шығушылар көп болды ғой. Сол заманда Құранымыз сақталсын деген ниетпен табылған екен. Менің ойымша бұл біріншіден дінге деген бір құрмет шығар, және де дінге деген адалдық деп білем. Сол үшін өзіме қатты ұнады. Негізі енді музейдің ішіндегі әрбір жәдігер тарихпен байланысты болғандықтан барлығы да керемет, бірақ осы дінге деген Құранның осылай сақталуы, дінге деген құрмет қатты ұнағандықтан сіздерге осы туралы айтқым келіп тұр. Енді менің ойымша қазіргі кез ол технологияның қарқынды дамып жатқан заманы, оның ішінде ұялы телефондарымыз әрбіреуіміздің қолымызда. Енді менің жеке ойым, музейді одан ары қарай таныту үшін блогерлерді шақыру керек. Енді тек қана Атыраудан ғана емес, бүкіл Қазақстан деңгейінде қонақ ретінде келіп жатады ғой блогерлар. Енді оларды неге қазір оқырмандар көп, бұрынғы кездің Абайы сияқты ғой, бір адамдар оны оқиды деген сияқты, қазіргі кезде блогерлардың бір алатын орны зор болып тұр. Сондықтан олар келіп өздерінің оқырмандарына ішті таныстырса, әлеуметтік желіде отырған адам оны көрсе, менің ойымша ақпарат тез таралады және де бір ұнамдырақ болады деп ойлаймын.